Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өзі созылмалы, қою әрі дәмді айранның рецептісімен бөлісетін боламын. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Ең бірінші сүтімізді ыдысымызға құйып, пісіріп аламыз. Бұндағы менің ыдысымның мөлшері 5 литр. Пісірген сүтіміз біраз уақытқа дейін ыстық күйінде тұрады. Сүтімізге саусағымызды батырғанда күйдірмейтіндей жылы кезінде осындай дүкеннің 20% қаймағын сүтімізге саламыз. Қаймақтың пайызы неғұрлым жоғары болса, айранымыз соғұрлым қою болады. Айранды мен дәл осы ыдыста үйіттім. Сіздер сүтті басқа ыдысқа құйып алып, басқа ыдыста үйітсеңіздер де болады. Мен бұл қаймақтың барлығын да салдым. Бұнда 400 грамм. Және де оны осындай венчиктің көмегімен, не болмаса шанышқымен де қасықпен де араластырсаңыз болады. Мен венчикпен араластырдым. Жақсылап араластырып шығамыз. Және бетін жауып, жылы жерге 5-6 сағатқа қоямыз. 5-6 сағат өткен соң айранымыз ұйыды. Және оны тағы да 5-6 сағатқа салқын жерге, яғни тоңазытқышымызға саламыз. Мінекей біздің айранымыз ұйыды. Көріп тұрғандарыңыздай қою әрі созылмалы болып шықты. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мөлдір менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.